Айран дертке дауа. Көптеген салада дәрі ретінде де қолданылатын айранның пайдалары өте көп. Сүт және айран темекінің зиянды әсерлерін және С дәрумені жетіспеушілігін жоятын ең маңызды тағам. Жүрек, кәрілік, холестерин және катаракта аурулары үшін де өте жақсы дәрі. Айранның суы да өте құнарлы келеді, асқазанға ешқандай салмақ түсірмейді. Созылмалы диарея, дизентерия, желдену, астың қорытылмауы салдарынан болатын ауыз иісі, іш қату және асқазан қанаулары секілді ауруларға қарсы емдік қасиеті бар. Өзге де біршама пайдасы бар. Бірінші, ас қорыту жүйесін реттейді, жара және күйіктерді емдейді. Көз үшін А витамині бар, жетілу үшін Е витамині бар, антибиотиктердің қосалқы әсерлерін жояды, жүйке және жүрек үшін қажетті В1 витамині бар. Іш өту және ішек ауруларын емдейді. Терінің жақсару үшін В2 витамині бар. Құрамында ақуыз адамның күшін арттырады. Сүйектің жетілу үшін Д витамині бар. Ішек улануларынан сақтайды. Ішектердің жақсы жұмыс істеуін қамтамасыз етеді және де ауруларға қарсы емдік қасиеті бар. Минерал ретінде кальций мол, әртүрлі аурулардан сақтайды. Ғалымдар аты суық ауруларды да осы айранымыз емдеген айтады. Емдік қасиеті мол, сусынды жақтырмайтын адам ағзасы жоқ. Бұлай деп отырғанымызда сол сүтті ұнатпайтын адамдар да кездеседі. Себебі олардың ағзасы сүт құрамында кездесетін лактоза деген элементті көтере алмайды. Салдарынан іш кебу, дисбактериоз сияқты аурулар пайда болады. Ал айранның мұндай реакциясы мүлдем жоқ. Қайта мұны ішкен адам әлденіп, қауқары арта түседі. Құрамда пайдалы дәрумендермен қатар калий мен кальций бар. Олардың қандай рөл атқаратыны да белгілі. Д дәрумені де бар. Сүйектің беріктігін қатайтып, бұлшық еттерді нығайтады. Бұл аз десеңіз, асқазан жолдарын емдеп, ішек ауруларын жазады. Көздің көру қабілеттігін арттырады. Ал А дәрумені тері қабатының жұмсақ әрі әдемі болуына жағдай жасайды. Ал фосфор түрлі инфекциялардың алдын алып, жұқпалы дерттерден сақтайды екен. Айран әрдайым диетологтардың кеңес беретін ас мәзірі. Құрамы күрделі болғанымен соңы семіздікке алып келмейді. Себебі ағзаға түскен айран өзге тамақтарды қорытуға белсенді. Айран ұйқысыздық дертінің де алдын алады екен, яғни жүйке жүйесін де емдейді. Тіпті ота жасалған адамдарға да айран ішкізу бұл ағзаның тез жазылуына әкеледі екен. Ал қыз-келіншектер айранды косметикалық бағытта да пайдаланады. Бетке жағып 15 минуттан кейін күн сайын жуып тастау әжім түсуден сақтайды екен. Бетті нәрлендіріп қалпына келтіреді. Медицинада жалпы денсаулыққа пайдалы өнім деген түсінік жоқ. Кез келген өнім бір адамға пайдалы болса, ал екінші адамға ешқандай әсер етпеуі де мүмкін. Мысалы, айран бүйрек жетіспеушілігі науқастарға артық ақуыздың көзі ретінде кері әсер етуі мүмкін. Ал айранды кешкі уақытта ішудің денсаулыққа қалай әсер ететіні жайлы әлі ешкім зерттеу жүргізбеді. Бірақ дәстүрлі диетология ашыған сүт өнімдері шынында да пайдалы деп сендіреді. Себебі олар ақуызға бай, сондай-ақ айранның құрамында сүтке қарағанда лактоза аз. Ал бұл лактоза кемістігі бар адамдарға жақсы әсер етеді. Біз көбіне ашыған сүт өнімдеріне ас қорыту мен иммунитетті жақсартатын пайдалы бактериялар бар екеніне назар аудартатын жарнамаларды көреміз. Бұл шынымен де солай ма? Шынында да йогурттың құрамында лактобактериялар мен бифидобактериялардың көп мөлшерде болады. Мұнда біз екі экстремалды позицияға кезігіміз мүмкін. Біреуі дисбактериозды айранмен емдейді десе, ал екіншісі дисбактериоз деген болмайды, сондықтан пребиотиктер пайдасыз дейді. Іс жүзінде екі позицияда дұрыс емес. Шынында дисбактериоз деген диагноз жоқ. Дегенмен лактобактериялардың кейбір түрлері елеулі зерттеулерде жұқпалы диарея қаупін азайтуға және оның ағынан жеңілдетуге, сондай-ақ антибиотикке байланысты болатын диареяны емдеуге мүмкіндік береді. Ал айрандағы бактерияларда осындай қасиеттерге ие ма жоқ па?
оны сеніммен айту мүмкін емес, бірақ онда да осындай бактериялар болуы әбден мүмкін. Айранды жатарда ішу туралы айтатын болсақ, айран жеңіл сіңетін ақуызды май қоспа. Сондықтан аштықта алдай алады және оның құрамында калория аз болғандықтан салмақ тастауға үлес қосады екен. Бірақ егер сізде қыжыл, кекіру, асқазанда құрамды құсу секілді кері ауру болса, кешке айран ішпегеніңіз жөн. Айран ішу арқылы жеңіл тамақтанып жүріп, артық салмақтан арылуға болады, бірақ бұл күнделікті дұрыс тамақтану мен дене шынықтырудың баламасы емес, тек оған қосымша көмек болып табылады. Ал балалар мен бірінші типтегі қант диабетіне шалдыққан науқастарға жеңіл тамақтану зиян. Ол әсіресе циклдық кетоанемиялық құсуға бейім балалардың ауруын асқындырып жіберуге қабілетті қанда кетондық денелердің құрамда көбеюіне әкелуі мүмкін. Тұтастай алғанда, мерекеден кейін аш жүру идеясы дұрыс емес. Тамақтан бас тарту келешекте қомағайлықтың зиянын өтемейді. Себебі ағза өлшенген тұрақтылықтың шектен тыс көреді. Айран сондай-ақ лактоза қабылдамайтын адамдарға да көмектесе алады. Бұл сусынның құрамында қарапайым сүтке қарағанда лактоза аз. Себебі айран, йогурт секілді ферменттерден, сүт өнімдерінен де ашыған бактериялары лактозаны сүт қышқылына айналдырады екен. Айран демікпенің алдын алады. Зерттеу барысында айранның аллергия мен демікпенің пайда болуын қоздыратын қабыну белгілерін басатыны белгілі болды. Айран сүйектерді қатайтады екен. Басқа да сүт өнімдері сияқты айранда кальций көп. Бұл элемент сүйектің саулығына оң әсер ететіндіктен остеопороздың дамуына жол бермейді. Сонымен қатар айранның құрамында К2 дәрумені бар. Ол кальций метаболизмдегі басты рөлді атқарады. Сондай-ақ айранның құрамында сүйектің нығайтуға ықпал ететін фосфор, магний, Д дәрумені бар. Және де айран салмақты бақылауда ұстауға көмектеседі. Мысалға, бір кесе айранда орташа 120-150 калория, 3-6 грамм май және шамамен 6 грамм ақуыз бар. Тіпті осындай төмен калорияға қарамастан айран аштық сезімін толығымен басады екен. Бірақ есіңізде болсын, майлығы 1% болатын төмен калориялы айран сатып алудың қажеті жоқ. Мұндай өнім жылдам өңделіп, барлық пайдалы қасиеттерін жоғалтады. Ал бұл жағдайда жай ғана су ішкен пайдалы болмақ.